Сәлем достар, сіздермен тағы да Әсем Сұлтан. Compound nouns тақырыбында сөз қозғаймыз. Compound nouns бұл екі зат есімнен құралған күрделі зат есімдер. Compound nouns in sport, at school, furniture. Compound nouns'тар бұл спортта, жиһаздарда, мектептерде. Football екі сөзден құралған. Basketball, basketball, baseball. Homework, armchair, volleyball, newspaper. Мысалы, мынандай сөздерді қарастырайық. Snow және board. Snowboard. Келесі, мынандай сөздер бар. Green және house. Greenhouse, яғни жылыжай. Arm, қол, және де chair, орындық. Armchair бізде кресло. Snow, snowman, яғни снеговик. Water және де melon. Бізге watermelon. Profession. Fire және де man. Fireman, өрт сөндіруші. Cosmetics. Lip, ерін, және де оған қосамыз stick, таяқты. Lipstick, яғни опа-далап. Sea және де horse. Ал бізге animal world, яғни жануар әлемі. Seahorse, теңіз аты, яғни теңіз жылқысы. Dishes and meals. Ice, қосамыз крем, ice cream. Бізге шығады ice cream, балмұздақ. Compound nouns'тар мынандай түрлерде де болады екен. Toothbrush бірге жазылады. Post office, почта, бұлар бөлек жазылады. Және де hyphenated, бұлар сызықша арқылы жазылады. Мысалы, water bottle, су бөтелкесі, сызықша арқылы жасалады. Назарларыңызға рахмет. Thank you, see you soon. Келесі кездескенше каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын.